Сәлем достар, оңтүстік Корея дегенде біздің ойымызға ол жақтың сериалдары мен музыкасы еске түседі. Алайда оңтүстік Кореяның бұдан да бөлек қызықтары өте көп. Бүгін біз оңтүстік Корея туралы сіз білмеген мәліметтер айтамыз. Шығыс Азиядағы Корей түбегінде орналасқан Корея Республикасы тек бір елмен шекаралас. Бұл ел солтүстік Корея. Шекаралас болғанымен бұл екі елдің ара қатынасы нашар. Оңтүстік Корея Республикасы тәуелсіздігін 1945 жылы Жапония империясынан алды. Барлық елдегі халық саны 52 миллион, ал ел астанасы Сеулдегі халық саны 10 миллион. Елдің ресми валютасы оңтүстік Корея воны. Корея әлемде пластикалық ота жасатудан бірінші орында. Бұл елде тек әйелдер ғана емес, еркектер де сұлулықты қалайды. Кореядағы орташа жалақы шамамен 650 мың теңге. Оңтүстік кореялықтар әлемнің ең ұйқысыз адамдар қатарына кіреді. Орташа есеппен алғанда ел астанасы Сеул тұрғындары күніне 6 сағат қана ұйықтайды. Корея мектептеріндегі сабақ таңғы 8-ден басталып кешке дейін жалғасады. Оңтүстік Корея әлемдегі ең мықты білім жүйесіне ие елдердің қатарында. Оңтүстік Корея өте қауіпсіз ел. Бұған дәлел бұл жақта қылмыс өте аз орын алады. Тіпті егер адам өлтіру қылмысы болған жағдайда бірнеше апта бойы теледидардан хабарланады. Бұл елде жаңадан туған сәби туылған күннен бастап 1 жаста болып саналады. Кореяда толық адамдарды кездестіру өте сирек. Бұл елдегі халықтың 3%-ында ғана артық салмақ бар. Көптеген кәрістер әнді жақсы айтады, сондықтан караокеге барып өлең айту бұл елде өте танымал. Кәрістердің шамамен 20%-ның тегі ким. Кореяда гольф, бейсбол және тауға шығу өте танымал. Біз үшін тамақты ауызды ашып жеу дөрекі болып саналса, кәрістер арасында ауызды ашып толған ауызбен дыбысты естіртіп жеу дөрекілік емес, керісінше аспазшының тамағы дәмді шыққанын білдіреді. Бүгінгі видеомыз соңына жетті. Егер де бүгінгі мәліметтер ұнаған болса, лайк басып, арнаға міндетті түрде жазылыңыздар. Келесі видеоларды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны да басып қоюды ұмытпаңыздар.